таң. Жұмысың қалай екен? Қиналып жүрген жоқсың ба? Жұмысым жақсы, маған ұнап жатыр. Кәнеке асықпай іш. Жұмысқа кешігіп жатыр, мам. Менің балам ғашық болып қалған сияқты. Баяғыда есіңде ме? Меруертті тезірек жолықтыру үшін дәл осылай асығып тамақ ішетінсің. Кім ол қыз? Сөзі қандай? Әр адамның ойын, жан дүниесін сөз арқылы білесің. Менің жүрегім нәзік, мен қалай болса солай жүре алмаймын. Мен басқа әлеммін, сен басқа әлемсің. Оның үстіне андай сыйлықтардың да қажеті жоқ. Мен ондай қыз емеспін. Қысқасы, мен сіздің сыйлығыңызды қабыл алмаймын, мен әлі дайын емеспін. Есімі Назым. Бізде горничный болып жұмыс істейді. Бір түсінгенім, ол қызды қымбат сыйлықпен өзіңе қарата алмайсың. Әжесінің қолында өскен. Фельдшерда оқиды. Отбасына ауыртпашылық салмас үшін бізде жұмыс істеп жүр. Әжесінің қолында өсті де. Иә. Кеше қымбат сақина сыйлаған едім, қайтарып берді. Оған не ұнайтынын біл. Шын айтсам, мен де сен әкене басында қарамағанмын. Бірақ ол өзіне баурап алды мені. Қалай баурап алды? Саған қазір айтсам, күлкілі болып естіледі. Мама, айтсаңшы енді. Сен әкен маған арнап өлең жазды. Гүлжаным деген. Кейде әкен екеуміз келіспей қалған кезде, мен сол жазған өлеңді оқып, бәрін ұмытып кетедім. Себебі әр сөзі махаббатпен жазылғаны сезіледі маған. Түсіндім, мам. Мен онда кеттім. Пока. Алло, әже, қалыңыз қалай? Ой, менің ойымда маңыз менде бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Сырқаттамай жүрсіз ба? Әже, түсімде сізді көрдім. Мен де сізді қатты сағындым. Әже, дәріңізді уақытылы ішіп жүріңіз. Сізге денсаулық керек, ал сіз маған керексіз. Я, 10 күннен кейін сессиямды тапсырып, ауылға барам. Кешке тағы хабарласам, я? Аха, жақсы. Қалайсың, қыз? Жақсы. Не болды таң азанмен аш қарынға уайымдап? Ағырке. Ау? Түсіме аян кірген сияқты. О, ол жігіт уже түсіңе кіріп үлгеріп жатыр ма? Ол аян емес. Бір белгі берілген сияқты. Қандай белгі? Түсімде әжемді көрдім. Аха. Қолында ақ орамалы бар. Ақ орамал тәк. Сосын мені атқа отырғызып, шығарып салып жатыр. Сол ауырып қалды ма деп қатты уайымдап отырмын. Назым, мен сен түсін жорып берейін ба? Әжең, сенімен қоштасып жатыр түсінде. Я, сол да мені қолымда жаман нәрселерге... Ол жаман қоштасу емес ол. Қалай айтсам, сен ұзатып жатыр. Ақ орамал деген ол, ақ жол деген мағынаны білдіреді ғой. Артыңа қарама деп жатыр саған. Сен ше, күйеуге шығасың сен.
точно тиесің күйеуге. лучше солай болсыншы. Солай емес, тиесің. Мен точно айтам ғой. Мен ауылда бүкіл жеңгелерім түсін жорып беретінмін ғой. Бәрі мен Қайсағырке десе, анау түс жоритын әулиеғырке деп сөйтіп әулиеғырке атанған айналайын. Ай, әулием менің. Осы сен-ақ мен настроемді көтеріп жүресің. Сол үшін айтам ғой мен жақсы араласыңдар. Мен қадірін түсінбейсіңдер ғой сендер. Әулием, Ау. ары қарай не болады? Ары қарай біз қазір мына жерлердің барлығын жинамасақ, екеуміз де жұмыстан қуыламыз. Ай, Так что тұрып жұмыс істейік ертерек. Саламатсыздар ма? Менің есімім Айдар болады. Мен Накамото компаниясының менеджері боламын. Мен бүгін сіздерге Жапониядан шыққан мынандай технологияны сіздерге ұсынуға келдім. Не ол? Косметика ма? Қараңызшы, мынандай көзілдіріктен қараңыз. Ой, очки ма? Толып тұр ғой оптикада. Оптикада толып тұр ғой деп қойды. Бұндай очкилер оптикада да базарда да сатпайды. не бұның не қасиеті бар? 3D очки ма бұл? Почти 3D. Сіз мысалы мынандай кезінде өтірік әңгімелер жүрді да, мысалы жігіттер білуі мүмкін. Мына очкидің сыртына кәдімгі жарғанат бар ғой. Соның қанын жақса, адамдарды киімсіз көрсетеді. Сондай ма не? Сондай ма? Да, ну сондай ма не? Сондай. Бірақ жігіттер тоқта. Ренжімеңдер. Қыздар тұрғаннан кейін сендер кигізіп тексерткізіп ақ қойын, ұят болады. Қайдағыны айтпашы. Сондай ма не? Ой, сенбейсіз ба? Тексеріп көрейік. Көрші ма? Киме? Тұра тұршы, кимегенде қанша тұрады бұл өзі? 1 миллион теңге тұрады. Ойба, 1 миллион? Ой, үйтіп таңғалмай ақ қойшы. Қазір бізде акция болып жатыр. 30% жеңілдікпен 700 000 теңге болады. Жақсы. Кредитке алуға бола ма? Болады. Ешқандай да уайымдама. Біз банктермен тікелей жұмыс жасаймыз. Бәрі болады. Қалай, аласың ба? Нормально. Болды, оформить етші маған, ал. Болды. Тексеріп көрейін бауырым, иә? Бірақ Ешқандай кнопка көрдіңіз жоқ. қыздарға қарамай ақ қой, Сен болды, иә? Қыздарға қарамай ақ қой. Қарасаң, мұны дос балдарыңа қара. Онсыз да баняға бірге барырсың ғой. Киме дедік қой? Аппендицит болғансың ба? Жандос! Ақ бұл бізде бірге баняға бармайды деп қоя ма? Берші, кән тексеріп көрші. Кеме? Берші, көрші. Абайда миллион тұрады, құртуға. Мен де асайын. Мен де көрейін. Мынау дымың қызық емес қой, кәдімгі очки. Ой, көке. Жастардың өзіміз әзілдесіп отырып, барсаңшы ба? Кәбін жөнесі. Молодец, досыме, красавчик, сен қалды. Сен Көрді ма? Айттым, ал еттім. Сенің? Пранкымыз күшті өтті. Аман, шыңғырып қашқандары. Көрдің ба, Камал, көрдің ба? Осы рөл ойнаған кезде осы сендіріп ойнау керек, көрдің ба? Сөйттің түрмен Түрмен беріп қойды, қойшы. Соғы байқадым енді. Білдіртпей жүр, түсін ба? Ахмет досыме. Айттым, алданады дедіңіз ғой. Кешке дейсіздер. Алдаймыз, бәрін алдаймыз кет. Қайырлы күн, Аянда Мервич. Сәлем әлі. Бәрі түгел ме? Иә, бәрі түгел, ешкім кешіккен жоқ, жұмыстарын жасап жатыр. Әлі, мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Бірақ арамызда қалсыншы, е? Болды, маған сенсеңіз болады ғой. Назым нені ұнатады? Енді оған не қымбат? Енді әжесі қымбат. Жоқ, әжесінен бөлек. Ұнайтын, айналысатын нәрселер бар ма? Бар әрине. Енді ол кітап оқығанды ұнатады, махаббат жайлы кітаптарды жақсы көреді, Мұқағалидың өлеңдерін сүйіп оқиды. Көп негізі жақсы жақтары ше ол қыздың. Мұқағали де. Иә, Мұқағали Мақатаев. О, әлі! Мощный о фигура. Кетші бар ана Аян айтыңызшы анаған. Не болды әлі? Терминатор көргендей тығылдың ғой. Анау көзіндегі очкиді білесіз ба? Адамды жалаңаш қылып көрсетеді. Айтыңызшы, шешсі. Әлі, не ол? Фигураң жасырып. Мощный о? Не далбаса ол, кәм берші киіп көрейін. Мынау
мынау шынымен адамды жалаңаш шығып көрсетеді ғой, иә? айттым ғой. Қайдан алдың мынаны? Бәрек алып 700 мыңға. Кредитке алды ғой. Біреу бар ма маған да алайықта? Прикольно. ұятсыз ұялмайсың ба? Жоқ, біреуді жалаңаш көрген сізге прикольно ма? Извращенец. Жоқ, мынаны қоя беріңіз, сізге не жоқ аяңыңызда? Жарайды, Эля. Ал анауыңды. Уайымдама, очки менде болады. Жандос, очки менде болады. Түсіндің бе? Бұл менікі емес. Еріктікі ғой. Жұмыс біткеннен кейін аласыңдар. Ерік маған ұрсады. Жұмыс біткеннен кейін аласыңдар. Одан кейін не істейсің, өзің білесің. Кімге қарайсың? Ойпырмай. Жапондықтарын шығармайтын жоқ, Жоқ, менде таңғалам бар ғой. Соларға қарсы заң жоқ па? Ертең сол очкиді барлық сатып алса, біз киім киіп не қыламыз? Бұл ақыр заман белгісі ғой. Адам ақыр заман болған кезде айуан болып кетеді екен ғой. Тыр жалаңаш жүреді екен. Келді ғой. Ақерке, мен бүгін жұмыстан сұранам. Қайда барасың? Үйге ана очкиді Ерік сатып алған. Сол қандай оймен алды деп ойлайсың? Мына екеумізді көрсем міндетті түрде кет сол очки. Ұятсыз. Ой, пәле, сол мен жалғыз өзім тастап кетпекшісің ба? Екеумізді бірде жібермейді ғой. Анаше, дәл Ерік сол очкиді киіп алдынан шығатын болса, очкиін де, көзін де, өзін де пәдәң қеп сындырам. Ол сен қолыңнан келеді. Мен болсам ұялғанына жылап жіберетін шығарым. Сен жылайсың. Сен сразу әжеңе звондайтын сияқтысың. Әже, болды енді сұрансаң тез-тез бар. Әлде ана Ерикке фигураны көрсеткің келіп тұр ма? Жоқ. Кетшір. Кеттім онда мен. Давай. Осыларды жұмсап қойып, өзім бір жатып ұйықтайын ба десең. Мына очки жақсы жарасады екен. Еріктің шығармайтын да жоқ. Мұқағали Мақатаев. Мұздама жылы жүрегім. Дәрменсіз ойсыз шарқ ұрып. Қалғанша қатып қайғыға. Да? Аян, сәлеметсіз бе? Кірсем бол ма? Иә, кел. Аян, мен жұмыстан сұранайын деп едім. Не себепті? Просто экзамен жақындап келе жатыр, соған дайындалу керек. Жұмыстан кейін үлгермей жүрмін. Просто емтиханнан құласам, стипендиямнан айырыламын. Үйіңе бару міндетті емес қой. Қонақ үйде бос орын көп, соның біреуіне барып дайындалсаң болады. Кітаптарым жатақханада еді. Бірақ саған бір өтінішім бар. Қандай? Қайтарыңда Мұқағалидың кітабын ала келе аласың ба? Мұқағалидың өлеңдері ұнай ма? Иә, оқымағалы біраз болыпты. Қандай өлең ұнайды? Жаурама жүрегім деген бар ғой. Мұздама жылы жүрегім. Иә. Атын ұмытып қаптым уже. Қыздар, беймарал жүре беріңдер, очкиді Аян алып қойды. Қайталап айтам, очки Аянда. Так что ұялмай жұмыстарыңызды істей беріңдер. Ана очкиді кімнен алдың? Жандостан не болды? Sus! Ерик, шығармайтын да жоқ сенің. Ақерке, не күлесің сонша? Қашып бара жатқанда артын жаптың ба, хотя бы? Жоқ, қалай жабасың? Қараш, сонда мен айтып тұрғанда ол бәрін көріп тұрған ба? Көріп тұрған. Ұятсыз бақан. Ештеңе етпейді. Хотя бы артында деп целлюлитің болмаса болды ма? Саған прикол бар ма? Ақерке, ана жерде Аян тұр. Қасына қызы бар. Ақерке. Қызғаныватсың ба? Жоқ, көзінде очки, ана қыз қайдан білсін жалаңаш тұрған. Кешіріңіз, администраторды қайдан тапса болады? Мен администратор, бәрі дұрыс па? Сіз ба администратор? Мен номерімде телефон істемей қалды, тапсырыс бере алмай тұрмын тамаққа. Қай номердегі жайғастыңыз? 519.
Сіз уайымдамаңыз. Егер қарсы болмасаңыз, басқа нөмерге жайғастыра аламыз. Немесе қызметші жіберем, барлығын жөндеп береді дер кезінде. Иә? Жарайды, рахмет. Көмегіңізді күтем. Сау. Сау болыңыз. Біз келе жатыр, не істемейсің, жабайын ба? Жаппа! Сен бейт, қазір келген кезде сөзбен алдандыра тұр, сөйтіп мен арт жағынан келемін де очкиін жұлып алам. Аха, қайтадан алдында жалаңаш болып тұрайын ба? Келе жатыр. Назым, мен саған... Бұны қалай түсінеміз? Сені қалай түсінеміз, ұятсыз? Мен сені әдепті жігіт деп жүрсем, қыз келіншектерді аңдып. Негізі мына очкиді студент кезінде алып ем. Европада. Бұл... Кешір, Шаян. Мен бұл Эриктің очкиі деп ойлап қалдым. Кешір, мен білмедім. Аян. Бүгін қайтпайсың. Болды ма сонымен? Пранк бітті ма? Абайлақшы, қыздардан ұят болып қалмасыншы. Как будто бір жалаңаш көріп тұрғанда айтып берші. Түбінде ашылады ғой өтірік екен. Сонда да бір ұятың оянып қалады осы кезде. Не істейміз сонымен, пранкер? Пранк жалғасады. Аян берді ма не? Жоқ, аянның алып қоятын білгенім ғой мен. Сөйтіп бұдайдан 10 алып қойған ғой мен. Еле. Не істеп тұрсыңдар, извращенецтер? Болыңдар ба ойнап? Түрлерің қарашы, маньякқа ұқсаған. Әлі, Не? жалпы сен ресепшнде қор болып жүрсің ғой. Саған фотомодель бол керек қой, әлі. Бұдан кейін кофені өзім апарып беремін. Болды, не қызық сендердікі? Жалғастырмай қойдар, уже қызық болмай кетті, шын айтам. Жандос, қалай беріп қоюды білсе бар ғой, Беріп қойды деп айтпашы. Аянды айтып отырмын. Қалай беріп қоюды білсе, мен дәл солай ап қоюды білем ғой. Пранк жалғасады, короче. Не істеп тұрсың? Сен денең жауып жатырмын. Алда сындырып тастасай лучше. Қой, 700 мың теңге төлеуге желание жоқ он, ақша да жоқ ол. Зато екеуі қосып сағасың. Бақытты олыңдар, Любовь! Красавчик! До конца ойнет. До конца ойнет, пали болып қап жүрмеңдер. Аяқтан аяққа ма де? Айт, мана жүлек мен жүре берек деп бастықта туфли киіңдер деп. Осыны бірдеңе қылып жинай берші. Аяғым жазып алайын. Мазиума бір бәле шығады маған, точно. Мазоль дейсің ба? Ой. Қыздар, очки Эрикте білмеймін қалай алғанын сақ болыңдар. Эрик деген бәле болған шығар. Көрсем қазір көзін көгертпесем, өмір бақи сосын очки тағатын болады. Сөйтші, ұятсыздар. Ой, қоя тұршы айналайын. Не болып қалды? Кім? Әпкем ғой, звондап жатқан. Алмайым. Өткенде екеуміз 40 пышақ болып қырылып қалғанбыз. Не үшін? Ой, аяқ киімді сұрамай, туфлиімді киіп кетіпсің. 38, менікі 40 размер. Кеңейт жібердің, дәует жібердің деп. Бір туфлиге бола соншама айқайлаған ес. Содан кейін үйіне бармай боласың. Ақыркем? Сөйтіп оқалаш. Меніңше әпкендікі дұрыс. Түк те дұрыс емес, қойыңдаршы. Керісінше ол сен жауапкершілікке өткісі келеді. Енді біреудің киім рұқсатсыз алуы дұрыс емес қой. Ағырке қайдасың? Не болды, Эля? Мені бір массаж жасатып отыр деп ойлайсыңдар ау деймін. Бөлмені тазалап жатырмыз ғой. Ресепшнге келші. Тыныштық па? Мұнда сен әпкең келіп тұр. Тыныштық жоқ. Жоқ дейсашы. Ағырке, бұл менмін Жанерке. Қырсықпай түс жастыға. Сөйлесуіміз керек. Мақыл, қазір түсем. Жарайды.
бар кел тұрс. Өзім жинастыра салам. Жақсылап жинастыр. Ай, жұмыста жүрсем де тыныштық жоқ қой. Артымнан қуғын шұқсап қуатта жүреді. Надоело уже. Қалайсың? Жақсы. Неғып үйге келмейсің? Телефонды алмайсың? Қайда қонып жүрсің? Не болып тұр, суға келдің ба? Жоға, керісінше сенімен татуласуға келдім. Білесің ғой, бірақ тер какой-то бір туфлиға бола ұрыспайтын шығармыз. Оның үстіне ана жақта жездең миымды жеп жатыр. Бір туфлиға бола ұрыстыңдар ма деп. Жездем ұрысқасын келдім десе одан да. Жоқ, Ақерке, какой-то бір туфлиға бола ұрыспай-ақ қояқшы. Оның үстіне мен сені уайымдаймын сыртта жүргенде. Бүгін үйге қайтсай, оның үстіне біле сонымен сені жақсы көретінімді. Қара, мен сені қуантайын. Мына жерде сенің сүйікті туфлиңді алып келдім. Қараш, ұнайды ма? Не жаным? Еле? Сағым қапсың ғой мені, не болды саған? Бір минут. Жақындамай. Ой, жаным, не болып қалды саған? Жүршке сенің ағмаңды әзірлеп берем. Сыртқа шық. Не болып жатыр? Не болып қалды? Ерик, ойының әлі бітпеген ба сенің? Анау очки сейф дейді ғой, қайдан алдың? Бұндай очки менде. Нарам ғой. Сатам аласың ба? 500-дан берем, сағат бағар ғой. Қойшы, мына қыздарға жұмыс істеткізбей қойдың ғой. Егер өтірік екенін айтпасаң, өзім айтып берем. Жоқ, өзім айтам ғой. Зато на очки мен біразын жақындастырдым оның. Барға адамдар келіп барып күтіп ал. Аң, отыр. Қалай, істеді ма? Істеуін істеді, бірақ бір носы бар. Асеке не болып жатыр? Жөндеп қойдым. Не өпті бұған? Ана қонақтар мына кнопканы баса бергеннен настройканы сбивать еткен. Жаңа серверге барып басқа линияға қосып қойдым. Енді бұл номер 519 емес, 522 болып шығады. Ресепшн мен барға. Қалай сонда? Бізде бар жоғы 521 номер ғой? Иә. Бізде запаста бір линия тұрады. Сол линияға уақытша ауыстырып қойдым. Әзірге пайдалана беріңдер. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Әлі анау, Ерикке айт, шатасып ми ашып жүрмесін, жарай ма? Прикиньте, қыздар! Ұнатып жүрген туфлиімді алып берді әпкем. Да? Иә. Өткендегі ма? Иә, күшті. Сосын бар ғой, қыздар. Анау очки негізі өтірік. Менің қалжыңдағаныма ренжімеңдер, иә? О, Құдайға шүкір. В смысле өтірік? В прямом смысле өтірік. Просто кәдімгі очки ғой. Ерик, қалжыңдайын деген. Бүйтіп, әр жерде бір тығылып жүргеніміз бекер болмасан да. Ой. Кеттім. Қайтайын үйге. Сен Ерикке айтуды ұмытпа, иә? Сау болыңыз. Сау бол. Не? Қыздар менде бір күшті идея бар. Кек алатын. Қандай? Өтсеңдерші. Ыдыс аяқтың бәрі толып кетті мына жерде. Ерик, Не болды? қыздарға айта саламыз пранк деп. Қуасың ба, айтпасай? До конца ойнатпадық па? Айтушы ма вообще? Ойыннан от шығатын сияқты. Жандос, мен көзіме солай көрініп тұр ма? Қарашы мен. 522? Мынандай номер бар ма не бізде? Білмеймін, 521 мен бітпей ме бізде? Көтерсең, ақ тұрсын. Алло? Саламатсыз ба? Мен барға түстім бе екен? Бар тыңдап тұр. 522 бөлмеге бір текила, бір виски, сосын 2 кола, 2 сок, және де 2 кружка пива алып келе қойыңызшы. Жақсы, рахмет. Қай номерге екен? Мыналардың дайындап берейін, соларды мен апарып бер. Қай жерден номер айтсын? 522 дейді. 522. Иә, тез апар мыналардың бәрін. Ол қай жерде?
521-дің қасында да. жоқ қой ондай білесің өзіңде кір шығарған ба кез Сосед үйіне барасың ба? Тапсай сен жұмысың ғой, апарып бер маған бәрін. өзің де білесің ондай номер жоқсың звондап жатыр ана саған Алло. Иә, аппарат. Кешіріңіз, 522 номер қай жерде? Адресін айтып жібересіз ба, таппай жатыр. Болды, ұрыспаңыз, қазір аппарат. Тез бар, толық жетасыз 521-дің қасында дейді. тоқта Ол тез аппарат қайтып звондайды маған. ерік мынаның бәрін апара алмаймын ғой мен жүрсе көмектесейін Жаз болса, жарқыраған көлдің бетая. не болды настроениең күшті ғой сендер Япырай дір-дір етіп, япырай таяу. дұрыстап бассайын Көлдің істемейді ғой мына Камал, жандосқа көмектесіп жіберші, мен барға керек болып жатыр. қой мен елі ресепшнде қал деп айтып кеткен барсам өлтіреді ол мен так что жолдарың болсын Өзің апара бересің, о? ерік не жирный клиенттен айырыласың ғой жирный Қай этаж? айтты ғой ана саған Жүр. бас құрыш бір рет бас істемейді, жүр. Жарқыраған көлдің бетая. ойбай Не қылдың? 522 ар жақта бар ма? жоқ сен жақташы Бұл жақта да жоқ. Жақта болады оны. мен барып көріп қайтайыншы тағы иә бар шығар Бергел. Тағы барсаң тауып аламын деп тұрсың ба не? енді бар шығар енді Қумашы. Не? чердакта шығар Чердакқа бар да. Ары қарай құлап өліп қаш сен. Вообще бар ғой адам жынына тимей. Шашап кеттім. Жоқ. онда астында бар шығар 400 этажда Асты 400-ден бітеді ғой. Қолып талып кеттім. Қыздар, 522 деген номер қайықта? Тағы да бір іздеп көрсей тауып қаласың. Бізде разве 522 деген номер бар ма? Жоқ. 521-ден аяқталмай ма? Очкилеріңді киіп іздеп көрмедіңдер ма? Ай. Біз. Лифт істемейді ол бәрібір. Ол сендерге істемейді, бізге істейді. Пока. Осыдан көрсетемін сендерге. сонда аналар бізді алдап кетті ма Енді алдаған көріп тұрсың ғой, сен де қуа бермеш. Мынаның бәрін сен төлейсің енді. мен Еді. очкиді сен ойлап тапқан сен төлейсің Мен қасымда болғасын, екеуміз төлейміз. Жүр кеттік. Жая. Не? қуасың ба лифт бар ғой Білеме, жүрсен. білем деп қойды